Кәсіпкерлік қанат жайып келеді. Мемлекеттен субсидиялап, ісін өрге домалатқандар көп. Солардың бірі Успен ауданының тұрғыны Эфальд Руф. Шаруа табиғи таза сүт өнімдерін өндіреді. Қазір ірімшік мен шұбаты Павлодар облысынан бөлек көрші аймақтардың нарығына да шығарыла бастады. Тілші материалы. Бұл Успен ауданының Константиновка ауылындағы ірімшік қайнату өндірісі. Ел тәуелсіздігімен құрдас кәсіпорын бүгінде ірімшіктің қатты және жұмсақ түрлерін шығарады. Ірімшік қайнатушы өнімнің дәмі ерекше әрі табиғи болып келетін жаңа түрін ойлап тапты. Ол қазақстандық деп аталады. Дайындаудың әдіс тәсілдерін құпия сақтайды. Цехтың тәулігіне 20 тонна сүтті қайта өңдеуге қауқары бар. Қайнатылған ірімшік Шығыс Қазақстан және Павлодар өңірінің нарығында үлкен сұранысқа ие болса да, шетелден әкелінетін жасанды тауарлар қолбайлау болып отырғанын жасырмайды. Главная проблема, где ощущаем трудности, нужна поддержка. Өкінішке қарай шетелден көптеп тасымалданатын өнімдер бәсекесіне төтеп бере алмаймыз. Бұл жосықсыз бәсеке. Себебі жергілікті нарықта көптеп кездесетін ірімшік өнімдері ақуыз май қоспаларынан жасалған. Яғни табиғи тауар емес. Бағасы арзан болғандықтан біз өндіретін ірімшіктерге сұраныс азайып қалады. Ал табиғи өнімнің құны сәл қымбаттау келеді. Дегенмен, соңғы 2 жыл бойы субсидияға қол жеткізіп, кәсіпорынның тамырына қан жүгірді. Енді әлем нарығындағы күрделі жағдайға қарамастан, біз кәсібімізді кеңейтіп, қуаттылығын арттырмақпыз. Қазіргі таңда Эфальд Руфтың фермасында 320 әрі қара мал, 300 шошқа және 17 түйе өсіріледі. Қуантарлығы биылғы жазда еңбекқор шаруа шұбат өндірісін қолға алсам дейді. Ал жоғары сапалы ірімшік өнімдері Астана қаласының тұрғындарына алғаш рет ұсынылмақ. Ал бұл тоқыма шебері Светлана Коновалованың шабытынан туған дүниелер. Бастапқыда ермек үшін басталған іс бүгінде нәпақа табудың көзіне айналып отыр. Қазіргі кезде ол жетекшілік ететін София салонында әйелдерге арналған киім-кешектің 500-ге жуық түрі тоқылады. Тауар шетелде, әсіресе Ресей мен Европа мемлекеттерінде жоғары сұранысқа ие. Сәнді киімді ұнататын шетелдік тұтынушы тоқыма өнімдерге ғаламтор арқылы тапсырыс береді. Айта кетерлігі, бірнеше күннің ішінде кәсіпкер елордадағы Қазақстанда жасалған дүкенімен келісімшартқа отырмақ. Все вместе совместно придумываем. Тоқыма бұйымдарының пішінін, үлгілерін өзіміз ойлап табамыз. Барлығы авторлық жұмыстар. Сәнқой әйелдердің көңілінен шығу үшін тігіншілермен кеңесіп бірлесіп еңбек етеміз. Шабыт осылай туады. Нәтижесі көз көргендей. Нәзік жандылардың киімдерін безендіруде түрлі технологияларды қолданамыз. Моншақтарымен сәндеу кең таралған. Ертіс өңірінің бизнесмендері кәсіптерін барынша кеңейтуді мықтап қолға алды. Осының арқасында ел тұрғындарын отандық тауарлармен қамтуды көздеп отыр. Шетелден әкелінетін өнім мен сапа жағынан бәсекелес болуда басты мақсат дейді кәсіпкерлер. Ұлан Нарынбек, Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Хабар, Павлодар облысынан.